Саламатсыздар ма, құрметті 9 сыныптың оқушылары? Бүгін біз концентрацияға байланысты есептер шығаратын боламыз. Осы 9 сыныптың алгебра курсында біз 3 түрлі тақырыпты қарастырамыз. Ол бірінші жылдамдыққа байланысты есептер, екінші жұмысқа байланысты есептер, үшіншісі концентрацияға байланысты есептер. Мынау берілген мысал бізде концентрацияға байланысты берілген мысал екен. Бұны шығарудың өте оңай бір жолы бар. Ол қазір біз сіздермен осы жолды үйренетін боламыз. Бірінші кезекте берілгенін мұқият оқи қояйық. Берілгенді айтады. Алтын мен темірден екі қоспа бар. Қараңыздар. Алтын және темірден тұратын екі қоспа бар екен. Алдымен бірінші қоспа дейді. Қараңыздар. Бірінші қоспа. Екі қоспа бар. Бірінші қоспаның салмағы беріліпті. Салмағын жазып қойысты. 117 килограмм. Және екінші қоспаның салмағы беріліпті. Бірінші қоспаның салмағы не тұр? Екінші қоспаның салмағы не тұр? 468 килограмм. 468 килограмм. 468 килограмм. Нәтижесінде балықтық құрамда қараңыздар. Екеуін алдымен бірінші қоспаны және екінші қоспаны қосқан, қайта балқытқан. Сол кезде массасын айтпаған, қанша килограмм екен. 10% дейді. 10% шыққан. Енді қараңыздар. Мына жерде 117 мен 468 екеуінің процентін айтпаған. Қанша процент екен айтпаған. Бірақ одан шығатын нәтижесін айтып қойған. Нәтижесі қанша? 10% дейді. Онда 10% болса, біз мына екеуінің массасын біле аламыз. 117-ге қосамыз. Қанша? 468 қоссақ бізде 117 қосу 468 бізде 585 деген сан шығар. 585. Сонда мына пайда болған заттың массасы 585 болады екен. Ары қарай мына екеуінің массасы белгісіз. Онда біз x және y процент деп қоямыз. Бізде айтылмаған. Енді келесі мына сөйлемді біз мына точкаға дейінгі сөйлемнің біз теңдеу құрып алдық. Осы жерге дейінгі құрып алдық. Енді ары қарай жалғастырайық. Тең болады, бір зат қоспа шығады. Формуласы өте қарапайым. Осы методпен шығара бересіздер. Енді екінші сөйлемді оқимыз. Содан кейін 186 килограмм бірінші қоспа дейді. 186 килограмм бірінші қоспа. Және қоспамен 279 килограмм. 279 килограмм екінші қоспа. Балқыту арқылы құрамында 91% дейді. Енді темір болатын қоспа алынды дейді. Алғашқы қоспаларды алтынның пайыздық көрсетеді. Қараңыздар, мына жерде 91% алынған. Бірақ бұл жерде бізде ескеретін жайт бар. Қараңыз, 91% алынған. Бұл жерде бірақ темір алынған. Бізге табу керек, нені табу керек дейді? Бізге алтынның пайыздық құрамы. Сонда 91% қараңыз, 91% темір болса, қанша процент алтын болады? Шыққан пайда болған өнім 9% алтын болады, е? Сол кезде 279-ға 186-ны қоссақ қанша болады? Бізде 186 қосу 279. Бізде 465 деген сан шығады, 465. Енді мынаның процент айтылмаған. Онда x процент, мынаның да процент айтылмаған, y процент. Біздің теңдеуіміз дайын. Біздің екі сызықтық теңдеуіміз дайын. Сонда былай шықты, қараңыздар. Біз тек ескереміз. Мынаны ескереміз. Мына жерде барлық процентпен тұр. Процентпен тұр. Мен оны процентпен емес, немен жазып алайын. Қазір процентті біз білеміз, қалай проценттен санға айландыруға болатын. Ол үшін мынаны 100-ге бөлетін едік. Мынаны да 100-ге бөлеміз. Мен мынаны процентпен бірден айта салайын. Мынаның бәрі проценттен шығып тұр деп айта салайын. Келіп жазсам болады.
x y деп. Сол кезде мен есеп шығаруға кішкене болсын жеңілдете аламын. Қараңыздар, сонда 117 көбейту x қосу 468 y тең болады 8,5 болады, иә? Қазір асық қойып 585 585 көбейтілген 10-ды 100-ге бөлсеңіз қанша болады? 585 0,1 ма? Иә. Және 186x қосу 279y тең болады 468-ді көбейтесіздер қанша? 0,109-ға. 465-ді көбейтеміз 0,109-ға. Бізде бұл қанша болады? 41,185 деген сан болады, иә? Дұрыс көбейттім ба? Дұрыс көбейттім, иә? Енді ары қарай есептейік. 585 0,1-ге көбейтсем мен бір үтір шегендіре салайын, иә? Бір үтір шегендіре салсам болады мына жерден. Шегендіре салайын бір үтір. Сол кезде 58,5 деген шығады. Енді бұл өрнекті қалай оңай шығаруға болады? Сонда бізде қазір осындай өрнек берілді, міне. Осындай өрнек шығып тұр. Осындай теңдеу шығып тұр деп болады. Осы теңдеуді қалай ары қарай оңай шығаруға болады әдісін. Оны оңай шығарудың бір жолы бар. Оны оңай шығару үшін мен былай істесем болады, иә? Мына өрнекті, бірінші өрнекті мен көбейтейін, қаншаға? Минус қосу тәсіліне келтіру үшін 1 бөлінген 186-ға көбейтейін. Мына өрнекті, бірінші өрнекті көбейтіп жіберейін. Сол кезде көбейтсем 117 жоқ, екінші өрнек көбейтіп жіберейін, иә? Екінші өрнекті осыған жоқ. Бірінші өрнек көбейте салайын. Қазір кешірім сұрайын. Бірінші өрнекті бейтейін. Минус 1 бөлінген 117-ге көбейтейін. Көбейтіп көрсем, менде бірінші өрнектен 117 мен 117 көбейтілсе қысқарып кетеді минус одан. Және үстінде менде үстіне жазайын. Үстіне қандай сан жазайын? 186-ны жазайын. Сонда мен көбейтетін өрнегім қалай болды? Минус 117-ден 186 деген сан. Енді екеуін көбейтсем, менде 117 мен 117 қысқарып кетеді, минус 186x болады. Және 117 мен 468 қысқарады, иә? Қанша қысқарады? 4-ке қысқарады, иә? 4-ке қысқарады. Сол кезде 4 қалады. Сонда 186 көбейтілген 4y болады. Енді 58 бен 117 минус екеуде минус 1 плюс минус болады. 2-ке қысқарады, иә? Минус 2 көбейтілген 186 болады. Жақсы. Астына жазып қояйын. 186x қосу 279y тең болады 41,185 деп жазып қояйын. Енді бізде бар жоғы қалғаны екеуін қосып жіберу. X-тарды X-тарға қосамыз, және Y-тарды Y-тарға қосып жібере аламыз. Бұл кезде бізде осы өрнектің жауабы шығады. Ал кеттік есептейік. Онда минустар мен минустар X-тармен қысқарып кетеді бірден. Сол кезде 186-ны 4-ке көбейтіңіз. Ол кезде 744. Оған қосыңыз 279-ды азайтамыз, иә? 279-ды азайтсақ бізде минус 465 y деген сан шығады. Және 2-ні көбейтеміз 186-ға. 2-ні 186-ға көбейтсек 372. Одан біз азайтамыз 41,185-ті. Бізде 330 бүтін 115 деген сан шығады екен. Енді Y-ті тапсақ, осыны бөлеміз 465-ке. Қазір бізде бір жерден қате кеткен сияқты. Қай жерден қате кетті? Жауабымыз дұрыс шықпай кетті. Қазір
мына жерден қате кетіпті ғой бізде. Мына жерден бізде бөлу емес еді ғой. Мына жерде бізде мына 2 бөлу болып кететін, иә? 2 бөлу болып кететін, не қысқарады. Сол кезде бізде 186 көбейту болмайды. -93 болады, иә? -93 болады. Онда -93-ке қоссақ 41 бүтін қоссақ 93-ке қосамыз 41 бүтін 185-те бізде 51 бүтін қанша болады? 115 болады. 51 бүтін 115. Онда y-ті тапсақ бізде қанша болады? Y-іміз 51 бүтін 15-те бөлеміз 465-ке. Бұл жерде минусы бар, иә, алдында. Минус пен минус плюс болып кетеді сондықтан. 465-ке бөлсек 11 деген 0,111 деген сан шығады екен. Енді ол бізде процент. Енді біз осы 0,11-ді y-тің орнына апарып қойсақ, мына жерге апарып қойып есептеп алсақ, x-іміз шығады. Ол бізде 0,106 шығады. Енді бізде жауабын қанша процент екенін сұрап тұрған. Жауабына қайтадан барайық. Есептің берілгеніне қайтадан барайық. Есептің берілгенде бізде сұрап тұрғаны алғашқы қоспалардың алтындық пайыздық құрамын табыңдар. Сонда 0,16 және 0,11. Оны біз пайыздық құраммен есептеу үшін біз не істейміз оларды? Шыққан жауап x деген жауабымыз бізде 0,16 шықты. Y деген жауабымыз 0,11 шықты. Енді осы шыққан жауаптар 100-ге көбейтеміз. Сонда 6% және 11% деген жауаптар шығады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.